Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгінгі видео рецепті сіздермен бірге өте оңай, өте жеңіл әрі тез дайын болатын, өте дәмді болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңынан көруге кеңес беремін. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға апара дайындап аламыз. Ол үшін бізге сүт, аздап ұн, аздап шекер және де ашытқы керек болады. Барлық массаны біркелкі болғанша араластырып болған соң бетін жауып қойып қоямыз 1-15 минутқа. Енді тестамыздың өзін дайындаймыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаның үстіне шекерімізді араластырып аламыз да, оның үстіне аздап шым тұзымызды салып, біркелкі етіп осылай араластырып аламыз. Кейін оның үстіне салып, жасаған дайын жылы сүтімізді құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Жылы сүтімізді құярдан алдын осылай бөлме температурасында сары майымызды сүтімізге араластырып алып, барлық сұйық массамызды ұнымыздың үстіне салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды соңына дейін илемей жатып, жаңағы дайындап алған апарамызды үстіне салып, оны да қосып бірге араластырып, қамыр илеуді жалғастырамыз. Міне біздің тестамыз осылай болып шығады. Қамырымыз 1-1,5 сағат бойы жылы жерде осылай ашып шықты. Енді булочка жасау үшін қалыптар жасаймыз. Мен булочканың арасына начинка қостым. Алхордың джемін қостым. Сіздер қалауларыңыз бойынша изюм немесе кез келген варенье қоссаңыздар болады, немесе вареную сгущенку қоссаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасап, немесе кез келген қалыпқа келтіріп істесеңіздер болады. Мен осылай түйіп шықтым булочкалерімді. Барлық булочкалерді осылай түйіп болғаннан кейін жылы жерге 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Қыздар, сіздерге бір айта кетер кеңесім, осындай булочка жасайтын болсаңыздар, арасына начинка қосатын болсаңыздар, егерде булочкаге қантты көп қосудың қажеті жоқ. Егер сіздер начинкасы жасайтын болсаңыздар, булочкаге қантты көбірек қосып, және піскеннен кейін бетіне сироп құйсаңыздар да болады. Немесе кәдімгі сары майды ерітіп, жылтырап тұру үшін пісіп болғаннан кейін үстіне щеткамызбен жағып шықсақ та болады. Яғни булочкамыз жылтырақ, әдемі, тәбет ажарықтай болып тұрады.
Кыздар, міне мен булочкалерімді осылай түйіп шықтым. Булочкалерді енді 20 минут, 15 минуттай жылы жерде ұстаймыз. Бетін жауып, содан кейін жұмыртқаның сарысымен аздап сүтті араластырып, бетіне жағып 180 Қыздар, міне булочкалер осылай болып шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма подписаться етіп лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.